Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте ерекше тағам жасайтын боламыз. Бұл Израиль халқының шакшука тағамы. Шакшука тағамы ол таңғы асқа және кешкі асқа күшті болып елеседі. Осылай нанға жағып жесеңіздер өте дәмді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек ингредиенттер ол жұмыртқа, қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, пияз, ақжеркен, тұз, бұрыш, паприка, томат пастасы және сұйық май керек болады. Ең алдымен біз пиязымызды осылай кубиктарға турап аламыз, және де сарымсағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Табамызға май құйып оны қыздырамыз, және де пиязымызды салып қуырамыз, жай отта қуырамыз, асты қатты болып кетпесін, және де үккіштен өткізілген сарымсағымызды да үстіне салып қуыратын боламыз. Бұл тағам негізі кішкене ащылау болып дайындалады. Егер ащы бұрыш болса, соны қосуға да болады. Бірақ мен қосқан жоқпын. Егер кішкене ащы болсын десеңіздер, онда қоссаңыздар жаңағы болады. Әркімнің өз қалауы. Енді тәтті бұрышымызды осылай кубиктарға турап шығамыз. Кез келген тәтті бұрыш бола береді. Қызыл болсын, жасыл болсын. Менде сары түсті үйде бұрышы бар болғасын осыны қостым. Енді қуырып жатқан пиязымыздың үстіне тәтті бұрышымызды салып қуырамыз. Енді қызанағымызды саламыз. Негізі қызанақтың жаңағы шырынын ғана салып жатады. Сыртын қабығын алып тастайды негізінде. Бірақ мен олай істеген жоқпын. Жай кубиктерға туралған қызанақ қостым. Осылай да өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап тұрып осын қуырып аламыз. Енді біз қызанақтың үстіне біз ақжеркенімізді саламыз. Тұзын, бұрышын, паприка қосамыз, және томат пастасын қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде қызанақтың шырыны шығып, керемет болып қайнап жатыр. Осылай орташа отта қайнатамыз. Және де қызанақтың қышқылын алып тастау үшін кішкене қант қосыңыздар, сонда дәмі керемет болып шығады. Енді үстіне жұмыртқаларымызды жарып шығамыз. Енді жұмыртқаның бетіне кішкене тұз сеуіп шығамыз. Жұмыртқамызды жай отта пісіреміз. Осылай бетін ашып қоямыз. Жұмыртқаның ағуыз осылай ақ болып піссе, біздің шакшукамыз дайын болды деген сөз. Енді мен үстіне осылай ақжеркенді сеуіп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Таңғы асқа, кешкі асқа, немесе қолдарыңыз істемей бара жатқан кезде сіздерді керемет құтқаратын тағамдардың бірі, өте дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп рахмет.